Жылдам дайын болатын медовиктің рецептімен бөлісемін. Ыдысқа шекер, мед, өсімдік майын құйып, орташа отта ерітіп аламын. Толықтай шекеріміз ерігеннен кейін үстіне ас соданы саламыз. Осы кезінде көпіршік болып, түсі өзгере бастайды. Жақсылап араластырып болғаннан кейін газдың астын басып, газден аламыз. Осындай түстес болады. Енді үстіне жұмыртқаны сала отыра, тез жылдамдықпен венчикпен араластырамыз. Жай былғайтын болсаңыздар, жұмыртқа пісіп кетеді. Сондықтан тез қатты жылдамдықпен араластыра отыра жұмыртқаларымыздың барлығын салып шығамыз. Келесі енді ұнымызды бөліп сала отыра, венчикпен араластырамыз. Қатты қою болмау керек. Шамамен консистенциямыз осылай болу керек. Осымен тестіміз дайын. Пешіміздің астын қосып қоямыз. Пергамент қағазы төселген формамызға тестімізді бірдей қылып құйып шығамыз. 180 градуста 15-13 минутта пісіріп аламыз. Піскендігін ағаш пашкамен тексереміз. Менің кожиктерім 13 минутта пісті, жұмсақ болып шығады. Енді айналасын тегіз етіп кесіп аламыз. Қазір үстіне себуге қажет болады. Кожиктің дәл ортасынан екі жағы бірдей етіп кесіп аламыз. Енді осы екі кожиктің ортасын жіппен немесе пышақпен кесіп шығамыз. Дәл осылай екі кожиктің ортасын кесіп шықтым. Осымен 4 кожик дайын болды. Енді салмасын дайындаймыз. Салмасына сгущенка мен сары майды араластырып жақтым. Осылай бөлме температурасындағы сары майды аламыз. Миксермен немесе венчикпен, вилкамен араластырсаңыздар болады. Енді осы салманы кожиктердің арасынан жағып құрастырамыз. Енді қалған кожиктарымызды блендерден өткіземіз. Дайын тортымыздың үстіне ұнтақталған кожиктарымызды жағып шығамыз. Холодильникке бірнеше сағатқа қоямыз. Осымен біздің жылдам дайындалатын әрі дәмді жұмсақ медовигіміз дайын болды. Менің рецептім ұнаса, сіздер де жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.